Сондықтан Магнум бұл жерде тілге деген жанашырлық танытпағаны мен өте шыны керек қаймығамын. Ол біріншіден. Екіншіден, соған жазып отқан азаматты қазақтар бұрын мысалы қазақтың өзін бөлген ғой, текті қазақ, тексіз қазақ деп. Көңіліне тисе де, тимесе де ол текті қазақтың қатарына жатқыза алмаймын. Мен оның да несін көрдім, түсініктемесін. Менің үйіме келіп, маған қазақша сөйле деп айтты дейді. Сенің үйің қай жерде тұр деп сұрар едім мен соданшы. Сенің үйің қазақ мемлекетінің аумағында тұр ғой. Ол артық нәрсе сұраған жоқ. Үй болсын, басқа болсын, өзінің мемлекетінде қазақша сөйлеңіз деген шығар енді. Түсінбеген шығар енді. Ол дөрекілікке жатпайды. Дөрекілік деп отқан, ол басқа дөрекілік көрсетіп жатса мейлі екен. Сондықтан бұл жерде көп факторлар бар. Осы мемлекеттік тіл бойынша өткенде сотқа берген әкімдікте, иә. Сол жерде анықталғаны, мысалға Қазақстанның тәуелсіздік алғалы бері осы тіл заңнамасын бұзғалы бірде-бір ескерту жасалмапты ешкімге. Хаттама ретінде. Қазір көшеге түкірсең болды, айыппұл арқалап кетесің. Біреуге қарадың, айыппұл арқалап кетесің. Ал Қазақстан Республикасының жалғыз ғана мемлекеттік тілін таптап жатқандарға ескерту де жасалмаған. Сонда бұл биліктің де кінәсі. Бойкоттың арқасында ғой біз нәтижеге жетіп жатқан. Мен мысалға Луна кафесіне бардым, бойкот жарияла дедім. Бірден олар бағанағы адам келуі тоқтатылып еді, жүгіре бастады. Қазір көптеген блогерлер Магнум жабылсын деп шығып жатыр. 20 мың халық жұмыссыз қалса, сол блогерлер жұмыс тауып бере ме екен? Негізгі мақсатты ұмытты да. Негізгі мақсат қандай еді? Қазақ тілінің дәрежесін көтеріп, бірінші орынға қойдырту еді, соны талап ету керек еді Магнумге. Ал қазір көбісі мәселенің мән-жайын да білмей, Магнум жабылсын деп шығып жатыр да. Магнум екіге бөлінеді, онлайн, офлайн болып. Екеуі екі түрлі басшылық, екі түрлі системамен жұмыс жасайды. Мәселе негізі онлайн Магнумнан шықты. Онлайндағы жеткізуші жігіт қазақ тілін талап еткен, солай жұмыстан шығарып жіберген. Содан басталды мәселенің барлығы. Ең бірінші бойкотты осы онлайн Магнумнан бастау керек. Оның басшысы, Каспийдің егесі Вячеслав Ким. Қазақстандағы номері бірінші миллиардерді. Жалпы миллиардерлер жаңа көш бастап тұрған біздің елдегі. Барлығы шетелден келген азаматтар, шетелдің азаматтары. Қазақстанға келіп бизнестерін жүргізіп, қаза байлықтарын сатып Қазақстанның. Сөйтіп шіріген бай болып отырды миллиардер болып. Және әрқайсысының билікте өз орындары бар да. Мысалға Вячеслав Ким Таеквондо федерациясының президенті де. Қазақстанда барлығын сатып ала беруге болатын сияқты ғой. Талапты қоя жақсылап тұрып, Магнумның басшылығы халыққа жауап берсін. Қазақ тілінің дәрежесін көтерсін. Ең бірінші қазақ тілі тұратын болсын. Және қандай да бір жұмыс алатын болса, қазақ тілді талап етсін ең бірінші. Соған қарай басқа компанияларда мысал алатын болады да. Билікке, басшылыққа талап етейік. Қазақ тілінің дәрежесін көтерсін. Бірінші орында болсын қазақ тілі әрқашан. Өйткені заңда солай жазылғанда қазақ тілі бірінші орында. Осыншама кең байтақ жерімізді қазақ тілді ата-бабаларымыз алып қалып отыр ғой. Қазақ рухты халық. Қазақ өте мықты халық. Білімді халық қазақ. Қазақпен ойнамаңыздар. Осындай жерде ұйымшылдығымызды көрсетуіміз керек та біз. Сол айтайын деген. Рахмет. Магнумға барып атсыздар ма достар? Магнумға барып қойып, пазар болып отпайық. Осы соңына дейін жеткізейік. Енді Магнум қазір саудасы түсіп, пайдасы азайып, кәдімгідей жеңілдіктер беріп жатыр. Өздеріне үлкен сабақ болды. Бұл басқа компанияларға да үлгі болады. Елімізге, тілімізге деген құрметсіздік танытқан кезде, осындай шетелден келген келімсек компаниялар Магнум сияқты біз егер үндемейтін болсақ, ондай бұлар үндемейді екен, бұларға бәрібір екен деп, жаңа сөз бар ғой, бұқсаң сұға береді деп, ендігі жол сұғатын болады. Сол себепті қазір енді тоқтатпай бойкотты соңына дейін жеткізейік. Басқаларға үлгі болсын. Енді бір ішім күйетін еліміздің танымал жұлдыздары, әншілер, әртістері, миллиондаған оқырмандары бар, блогерлер осы мәселеге қатысты үндемейді. Енді ештеңе айтпай жатыр, айтпаса айтпай қойсын. Біз оларға үлгі болайық. Олар бізге емес, біз оларға үлгі болайық. Ана тіліміздің дәрежесі, қазақ тіліміздің мәртебесінің мәселесі бұл жерде. Шындап келгенде Алаштың ардақты азаматтары, біздің ата-бабаларымыз осы тіл деп талай кетті ғой. Сол себепті енді тілімізге деген құрметсіздік танытқан кезде біз енді осындай бәріміз жаппай қолдап осы мәселені наразылығымызды білдіріп көрсетіп жатсақ, бұл деген енді алдағы уақытта енді Алланың қалауымен еліміздегі мемлекеттік тілдің деңгейі, қазақ тіліміздің деңгейі әлі асқақтап, шарықтап, мемлекеттік деңгейде заңды түрде тек қана қазақ тілі ол мемлекеттік тіл. Магнумдікі қате деген сайын, мына жерде жас балалар шоколадты барып сындырып кетіп жатыр Магнумның ішіне кіріп. Бұл енді мародерство деп аталады негізінде. Бұл қате. Бүкіл мына бойкот деп жатырмыз ғой. Бойкоттың бәрін бытшысын шығардым деп ойлай беріңдер.
итак халықты баса алмай отқан үкімет, итак не шешім табамыз деп ойлап отқан билік басындағылар қалай халықтың өзінен көреміз, қалай халықты өзін кәсекқа тығып жібереміз, қалай Магнумды ақтап аламыз деп отырған адамдарға тіптен керемет болды. Енді кінәнің бәрін халықтың өзіне жауып тастайды, а концовка Магнум красавчик болып қалады. Солай ағайын. Кез келген нәрсені істегенде аккуратно істеу керек қой, халық бір ауыздан жасау керек қой. Идеология ол бұлай құрылмайды. Бір адамдар айтты ма, жақсы, осындай бойкот басталып кетті ма, енді оны келіп мародерство қылып, оны келіп межнатс қылып, енді көшеге шығып енді орыстарды ұруларын қалды енді сендердің. Жастарға кішкене түсіндіріңіздер, қастарыңызда болса бұндай нарушение жасамасын. Бұл заңға қайшы келеді. Қалай келсе де Магнумның пайдасына істелініп жатыр. Бірақ ойлап қоям, мүмкін Магнумның өзі де жасап жатқан шығар. Чтобы халықтың өзінен көріп, үкіметке жалалы түсетіп баратын болса, енді шара қолданып бастайды соған. Айналып келіп, қазақтың өзі кіріп кетеді. Біздер не істесек те, үкімет қандай не болса да, үкімет бәрібір халықтың өзінен өшін алады. Мысалы үшін ойлап қараңыздар. Қазір екі ер азамат бір-бірімен төбелесіп қалды. Іс қозғайды да үкіметке штраф төлеткізеді. Екі адам бір-бірінен таяқ жейді, олар үйлеріне қайтады. Біреуі учетқа тұрады, біреуі сұрау алады, мысалы үшін. Ешкім ешқандай пайда көрмейді. Үкімет тек қана оны штраф салады. Ол штрафтың бәрі бюджетке жиналады, халыққа береміз, айтеміз, халықтың қамын істейміз дейді. Онымен әрбіреуінің, әр жемқордың қолында өтірік, мақсатсыз бөліп, сол ақшаны желініп жатыр. Осындай бассыздықтың арқасында көретініміз осындай әрқашан сор. 30 жыл болды, 30 жыл әлі жас мемлекетсіз дейді. Атаңның басы 30 жыл жас мемлекет. 30 жылда бірталай нәрсе түзеуге болатын еді. Мынау мен марқұмдағы Гоголяның бойындағы тұрған Магнум дүкені. Мен өзім осының үстіндегі ЖК-да тұратын тұрғынымын. Күнде азық-түлікті осы дүкеннен алып тұратынмын. Ал енді мынау бойкот жариялап жатыр. Бұл бойкотты қолдамау мүмкін емес. Енді бүгіннен бастап мынау негізі маған қазір нан керек, сүт керек, пияз керек, жұмыртқа керек. Бірақ енді бүгіннен бастап осы дүкенге атам басы кірем енді. Ана жақта кішкентай дүкен бар, соған барып азық-түлігімді сол магазиннің саудасын жасайтын боламын. Бойкотты қолдаймыз жігіттер, қыздар, қазақ елі аман есен жақсылықта кездесек, бұндайларға жол бермейік.